Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, керемет әдемі, иә? Мінекей, шамалы жақындатып көрсетейін. Мінекей, қандай тамаша. Мінекей, оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Бұл озормен кардиган, джемпер, жилет, шолақ жең бәрін тоқуға болады. Не нәрсе болса да. Тіпті пальто тоқуға да болады. Қараңыздаршы, сосын бұл шамалы тығыздау тоқылған өзі. Мінекей, қандай керемет, е? Бұл озор өзі 6 қатардан тұрады және 2 көзден. Бар болған сол. Ал ендеше кеттік. Тоқып көрейік. Бұл озорды бүгін мен мына жерде ақ жіппенен 16 көз алдым. Енді қазір біз теріс жағынан озорымыздың бастапқы бір қатарын ғана тоқитын боламыз. Сосын негізгі озорға көшеміз. Ал кеттік ендеше. Бисмиллахиррахманиррахим. Озорымыздың бастапқы қатары. 2 оң, 2 теріс. 2 оң, 2 теріс. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, осымен бастапқы қатар аяқталды. Енді негізгі озорымыздың бірінші қатары. 2 теріс, 2 оң, 1, 2, 2 теріс, 1, 2, 2 оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңғысы 2 теріс. Осымен озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Озорымыздың енді екінші қатары. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Сурет бойынша. Мінекей, соңғысы 2 оң. Осымен озорымыздың екінші қатары аяқталды. Озорымыздың енді үшінші қатары. 2 теріс. Енді мына жерде қараңыздар. Мына оң көзбен теріс көздің екі ортасында көздер бар, иә? Мінекей. Мінекей, мына үшеуге. Жоғары жақтан төмен қарай санағанда 1, 2, 3. Мынау үшінші көзден біз қазір мынау ұзын жіпті тартып алып, мінекей бір көз шығарамыз. Шамалы кеңдеу болсын. 2 оң, 1, 2. Мына жақта да оң мен терістің екі ортасында мінекей көрініп тұр, иә? Көздер бар. Соның жоғары жақтан санағанда 1, 2, 3. Мынау үшінші көзге келген кезде мына ұзын жіпті біз тартып алып, мінекей мына бір көз шығарамыз. 2 теріс. Дәл осылай әр қарай қайталай береміз. Мінекей оң мен терістің екі ортасындағы көз 1, 2, 3. Мына ұзын көзді тартып алдық. 2 оң. Мына жақ бүйірінде де тағы да мінекей 1, 2, 3. Тағы да бір жіп тартып алдық, мінекей. Бір көзді. 2 теріс. 1, 2, 3.
2 10 және де 1 2 3 тағы да біз бір көз тартып алдық. Мінекей соңғысы 2 теріс. Осымен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатар. 4-ші қатарда 2 10. Мына көз жаңағы біздің ұзын көз болатын, мына аяқ төменнен алған. Бұны біз тоқымай өтіп, мына оң білтекешке ауыстырып жібереміз. 2 теріс. Мына ұзын көзді де біз қазір тоқымай өтіп, оң білтекешке ауыстырып жібереміз. 2 10. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Ұзын көзді ілмей өттік, тоқымай өттік. 2 теріс. Ұзын көзді тоқымай өттік. 2 оң. Осымен узорымыздың 4-ші қатары аяқталды. Узорымыздың енді 5-ші қатары. 2 теріс. Енді мінекей қазір. Мынау 4 көз, Біз 4 көзді қазір бәрін бірге, мынау әуелі оң жағынан, содан кейін сол жағынан қысқартып оң қылып тоқимыз. Әуелі оң жағынан 4-ін бірге алдық, мінекей. Осылайына ұстап тұрамыз да, сөйтіп бұлай шамалы кеңдеу алайық. Әйтпесе мына сол жақтан жіп алған кезде қазір қиын болады. Сол жақтан келдік та, тағы да мына 4-ін қысқартып, мінекей оң қылып тоқып жібердік. Міне. Қызық, қандай керемет. Енді 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. 4-ін бірге қысқартып оң қылып тоқимыз. Мінекей. Сөйтеміз, мынау сол жағынан тағы да келіп, 4-ін бірге қысқартып оң қылып тоқып жібереміз. 2 теріс. Және мынау соңғы узорымыз, онда дәл сондай қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Міне. Соңғысы 2 теріс. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Міне жаңа айтып өткенімдей, бұл узорда да өзі 6 қатардан тұрады деп айттым. Мінекей. Ал енді узорымызды бір көріп жіберейік. Мінекей, көрдіңіздер ғой, ақ жіппенен де күшті болады екен, міне. Мынадан гөрі. Мына түстен гөрі ақ жіп керемет болады екен, міне. Енді әрі қарай 2 теріс 2 оң, 2 теріс 2 оң болып, солай 1-ші қатар болып есептелінеді. Дәл солай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. Мен сіздердің уақыттарыңызды алып, қайталамай қояйын. Міне. Көрдіңіздер ғой. Әдемі болып шығып келе жатыр узор. Тамаша. Енді біз үлкен жібімізді көрейік. Үлкен тоқымамды дегенім. Мінекей. Қараңыздаршы. Үлкен тоқыма деген қандай керемет болып тұр. Тығыз болып, мінекей. Тамаша. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Міне, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау сәлеметті болыңыздар. Комментарий қалдырыңыздар. Жақсы.